бастай берейік. Записті қосып қойдым, қыздар. Егер осы записті көріп отырған болсаңыз, міндетті түрде аяғына дейін көруді сұраймын. Себебі біз соңында сіздерге үй тапсырмаларын беремін. Бүгін біздің марафонның екінші күні, кішкене техникалық жағдайларға байланысты кешіктіріп жібердік. Кешке жап-жақсы кіріп едім телеграмға, бүгін біраз проблемалар көрсетті, дауысым естілмей, көрсетпей. Егер мен даусым жақсы бәріңізді естіп тұрса, біз әрі қарай бастай берейік. Өздеріңізбен бірге блокнот, қаламдарыңызды дайындап қойыңыздар, қастарыңызға жылы суларыңызды дайындап қойыңыздар. Міндетті түрде ішіп отыруға. Естілмей бара жатса, енді қыздар жазасыздар. Бүгін мен жалпы марафонның екінші күніне мынандай тақырыптарды алдым. Бұл бізде марафонның өзі ерте тұруға байланысты болғандықтан, ерте тұрудың пайдасы бізге ең керектісі, содан кейін ұйқының пайдасы. Таңғы серуен туралы мен сіздерге кеше айтып өткен болатынмын. Жалпы осы екеуіне тоқталамыз, және күнді жоспарлауға аздап тоқталамыз. Енді ерте тұрудың пайдасы қандай? Жалпы табысты, жетістікке жеткен адамдардың барлығының бір құпиясы бар. Олардың барлығының олар күндерін осылай ерте тұрумен бастайды. Яғни таңғы уақытта олар өздеріне уақыт бөледі. Неге олар мысалға жұмысқа барардың алдында ғана тұрып, бір жарты сағат бұрын жанталасып тұрып жұмыстарына бармайды? Себебі олар мынау біздің организм жанталасқан кезде көп нәрселерді ұмытып қалады, немесе шатастырады. Өзімізде болады ғой, ашылынған кезде, жанталасқан кезде барлығы аяғымызға ілініп, шалынып жатады. Сондықтан табысты адамдардың барлығы осы техниканы біледі. Олар сондықтан күндерін ерте бастайды. Қазіргі кезде мысалға сіз менімен бірге отырған жандардың барлығы, мен ойлаймын, барлығы табысты болғысы келеді деп. Өйткені мен өзім Инстаграм парақшамда айтамын, табысты болуға, бай болуға мен өзім атсалысып жатырмын, өзім үйреніп жатырмын. Сол үйренгендерімді ақырын алдым, қасымдағы адамдарға да үйретіп жатырмын. Айналамдағы мен ғана емес, менімен бірге басқа адамдарда табысты болуды үйренсін деген мақсатпен. Мен өзім ғана мысалы байлыққа былай жасап техникаларды жетіп алып, өзім бай болып шалқып отырғаннан маған ешқандай пайдасы жоқ. Өйткені біз өмір адамның күні адаммен. Біз білгенімізді біреуге бөліскен кезде, және біреуге көп берген кезде, білім болсын, біздің көңіл күйіміз болсын, сол кезде ғана біздің дамуымыз, жетістікке жетуіміз өте тез болады. Осы марафонның соңында мен сіздерге бір кітап беремін, аудио кітап. Міндетті түрде сол кітапты тыңдаңыздар. Алдыңғы менің марафоныма қатысқан қыздарға біледі олар. Сіздер оны уақыт тауып тыңдауға тырысыңыздар. Себебі ол кітапта осы нағыз бақытты болудың және де жетістікке жетудің пошагово қадамдары, не істеу керексің сен, солардың барлығы айтылған. Сіздер де ол кітаппен таныс боласыздар, ала жазса. Яғни тақырыпқа келетін болсақ, табысты адамдардың барлығы таңертең ерте тұрудың не үшін ерте тұру керек екенін білген. Яғни енді не үшін ерте тұру керек екенін сіздер де білесіздер. Сондықтан да біле тұрып, өздеріңіз табысқа, жетістікке, қандай да бір бақытқа жету үшін осыларды жасау керек екенін біле тұра жасамай қалдырмаңыздар. Себебі бұл сіздің де ішкі состояниеңізға барлығына әсер етеді. Әрі қарай табысты адамдар, яғни ерте тұрғаннан кейін не істейді? Олар өздерінің істейтін әрекеттерін барлығын жоспарлайды. Мысалға, бүгінгі күніне олар не істейді? Соны олар алдын ала жоспарлап қояды. Мысалға, мен өзім осы жоспарлауға бертін келдім, күнделікті жоспарлауға, және де айлап 3 айға, 2 айға деген жоспар құруды, содан кейін оны ақырын күнделікті жоспарға айналдыруды мен өзім бертін үйрендім. Өйткені оған дейін мен жоспарсыз жүретінмін, барлығы менің миымда жүретін. Мен қателігімді түсіндім, себебі біздің миымызда барлығын сақтаған кезде
бізде мынау жаңа ойларға, жаңа идеяларға бізде орын қалмайды. Сондықтан жоспарымызды керек бүгінгі ертеңгі істейміз деген жоспарымызды міндетті түрде қағазға немесе болмай бара жатса блокнотқа, заметкаға, телефондағы заметкаға жазу керек. Яғни біз өзіміздің жоспарлағанымыз бойынша жүрген кезде біз арманымызға былай тура жол сызамыз. Мысалға, сіз кез келген кезде үйден шығып бір жерге бармақшысыз, иә? Мысалға, базарға барамыз. Базарға барғанда сіз не алу керек екенін біліп тұрсыз, иә? Мысалы, қазір барып сіз бір көйлек алғыңыз келеді. Сіз қазір мысалы қандай базарға барасыз? Базардың ішінде бір дүкенге барасыз. Мысалға, бізде Рио бар, иә? Рионың ішіне мен мысалға екінші этаждан барып қараймын деген сияқты сіз уже біліп бара жатасыз. Қайда бара жатқаныңызды тура. И шығасыз да базарға тура сол Рионың ішіне кіресіз да сол жерді қарайсыз. Сол сияқты біздің арманымызға жету үшін біздің жоспарымыз болу керек. Тура бізді арманымызға апара жатқан. Сол жоспарды біз өзіміз миымызда сақтай бермей, оны міндетті түрде қағазға жазу керекпіз. Алдағы уақытта мен сіздерге жоспарлау туралы жеке тақырып болады бізде жеке күн. Сол кезде қандай қосымшамен жұмыс істеу керек екенін барлығын айтамын. Сонымен бай адамдар, табысты адамдардың барлығы күндерін міндетті түрде жоспарлап алып, бірақ үйлерінен шығады. Яғни түсінікті болды деп ойлаймын, иә. Әрі қарай келесі бір олардың табысты адамдардың құпиясы, олар адамның миы, біздің миымыз таңғы уақытта өте белсенді жұмыс істейді. Бұрын өзіміздің бала кезімізде айтатын әжелеріміз таңертең ерте тұрып оқы, сол кезде есіңе жақсы сақтайсың деп. Ол кісілер мысалға қатты білімді адамдар болмаса да, сол кезде таңғы уақытта оқығанның пайдалы екенін ол кісілер де білген. Сондықтан міне табысты адамдар осыны біледі. Яғни таңғы уақытта біздің миымыз күндізгі уақытқа қарағанда өте белсенді жұмыс жасайды. Сол кезде түрлі идеяларда берілетін жаңа әрекеттерді де қосуды осы кезде адамдар ойластырған екен өздерінің таңғы уақыттарында. Әрі қарай келесі, біз таңғы уақытта ерте тұрғанның пайдасы бізде кез келген әрекетті, мысалға сіз жұмысқа кетейін деп жатсыз, иә? Егер сіз кешігіп тұрсаңыз, жанталасып тұрасыз да, жанталасып тамағыңызды ішесіз де, әрі қарай жұмысыңызға кетіп қаласыз, иә? Яғни сіз мысалға таңғы асты ішетін, яғни дұрыс тамақтану керек деп қазір барлығы айтып жатыр ғой. Сіз сол кезде не істейсіз? Жанталасып кеткен кезде таңғы астың дәмін сезінбей қалуыңыз мүмкін, иә? Немесе анау таңғы ас өте тәтті болып кеткен, бірақ сіз асығып тұрсыз, бірақ анау тамақ өте, айтады ғой, асыққан кезде тамақ дәмді деп. Сізге дәмді болып көрінуі мүмкін, бірақ сіз оның дәмінен рахаттанып, ләззатын ала алмай қаласыз сол тамақтың. Сондықтан да, яғни сіз ертерек тұрсаңыз, сіз тіпті дұрыс асықпай, кашыңызды пісіріп, яғни салатыңызды да жасап, дайындап, соны асықпай, дәмін сезініп отырып, таңғы уақыттағы тамақтың бізге өте қажет, организмға өте қажет, айтады ғой, таңғы ас ол міндетті түрде ішу керек деп. Сондықтан соны сіз дәмін сезініп отырып жеп кетуге мүмкіндігіңіз бар. Яғни сіз ерте тұрған кезде осыны жасай аласыз. Кеш тұрып, асығып, жанталасып кеткеннен гөрі ертерек, сәл уақыт болсын ертерек тұрып, өзіңізге осындай бір таңғы асты ұйымдастыруға өзіңізге мүмкіндік жасай аласыз. Сондықтан осыны да естеріңізден шығармаңыздар. Әрі қарай денсаулыққа пайдасы туралы біз білеміз, иә? Денсаулыққа пайдасы туралы таңғы серуен міндетті түрде жасасаңыздар өте керемет. Ала жазса күндер жарық болған кезде таңғы 6-да осы далаға шығып, таңғы эфирларды жүргіземін деп ойлап отырмын өзім негізі. Сондықтан таңғы серуен немесе қазіргі уақытта алатын болсақ, таңғы жаттығу. Таңғы жаттығу өте маңызды. Тым болмаса 15 минут біз өзімізге уақыт бөлсеңіз, күнде таңертең 15 минутыңыз таңғы уақытқа таңғы жаттығуға арнайтын болсаңыз, ол сіздің барлық денеңізге, организмға өте жақсы әсер етеді. Сіз бүкіл мына денедегі бұлшық еттердің барлығын қозғап, оларға энергия бересіз.
яғни таңғы жаттығудың ерекше бір қасиеті, ол бізге энергия қосады. Егер сіз энергияңыз азайып тұрғанын сезсеңіз, тұрып таңғы жаттығуды жасап алсаңыз, әрине ол сізге кәдімгідей 10% болсын, 5% болсын, сізге энергияңызға энергия қосады. Жалпы таңғы ерте тұрудың осы денсаулыққа пайдасын, яғни барыңыз түсінікті деп ойлаймын. Әрі қарай келесі, ол бізді мазасыз ойлардан арылтады. Яғни таңға ерте тұру арқылы біз мазасыз ойдан арыламыз. Ол қалай? Мысалға жаңағы айтқандай, өздеріңізге жан таласып кеткен кезде біздің аяғымызға барлығы ілініп, ашуланып, бірдеңеміз жыртылып, немесе замогымыз сынып, сондай бір жағдайлар болып жатады, иә. Өздеріңізде болған шығар, балалары бар адамдарда, өзімізде де болады ондай. Немесе бір заттарымызды таба алмай қаламыз. Сол кезде біздің мына миымыз кәдімгідей жан таласып, ұрыс керіс, айғай, ашулану дегенді бізге әрі қарай итермелеп тұрады. Яғни біз автоматически сол бір дноға түсіп кетеміз, ашулануға. Ал біз ерте тұрып, барлық істейтінімізді асықпай істеген кезде біздің мынау мазасыз ойлардың барлығы бізден аулақ болады. Біз асықпай істеген кезде барлығын ештеңе бізге кедергі жасамайды, алатын затымызды алатын жерден аламыз, асықпай, уақытымыз бар, автобусқа асықпаймыз немесе, яғни біз жанталаспаймыз ештеңеге. Біз өзіміздің уақытымыздың әлі жеткілікті екеніне өзіміз сенімдіміз. Сондықтан мазасыз ойлардан, мазасыз негізгі осындай жанталасудан арылу үшін осындай ерте тұру өте маңызды. Сонымен қатар, ерте тұрған кезде біздің ағзамызда басқа гормондар жақсы бөлінеді. Бұл кортизол, мелатонин деген гормондар бұл біздің қуаныш, бақытты болу сезімдерін әкелетін гормондар, осы гормондар жақсы бөлінеді таңғы уақытта. Сондықтан кеш жатып, кеш тұрған кезде біз осы гормондардың бөліну процесін азайтып аламыз. Сондықтан ерте тұруға ұмтылайық. Қосымша уақыт туралы айттым сіздерге. Жалпы ерте тұрған кезде тағы бір пайдасы, бұл біздің өмір сапамызды жақсарады. Ол қалай? Өмір сапасы деген бұл біздің жаңа әдеттеріміз. Мысалға, менің Instagram парақшамды көрсеңіздер, мен әдет 1 деген менде актуальный тұр, сол жерде қарап шығыңыздар. Сол жерде мен бастаған болатынмын, күнде салат жеу деген әдет бастадым. Яғни бұл тек қана салат жеу дегенді білдірмейді. Мен күнде мысалға тағамның ішіне салатты қосамын. Ол салат мұндай қымбат заттардан жасалған болмауы мүмкін. Ол кәдімгі сәбіз немесе қызылша дейміз, орам жапырақ дейміз, солардан жасалған, күнделікті арзан тұратын заттардан жасалған көкөністерден салаттар. Соларды мен күнделікті өміріме қосып, бір жаңа әдет қалыптастырдым. Бұл әдет кәдімгідей қалыптасқанды соншалықты, мен қазір бір күн салат істемей алсам, болады ғой, күнде істей бермеймін. Мен бір істегенге 2 күнге, 3 күнге жететін қылып жасап тастаймын. Өйткені менен басқа оны ешкім жемейді салатты. Сондықтан салатты кәдімгідей мен бір күн істемей қалсам, анау нанды немесе нан жемесек те печенье, кей кезде мысалы пельмен, вареники деген бәрі онымен жасалады ғой. Соларды жеп кеткен кезде мен кәдімгідей организм сезеді. Анау салаттың жетіспей тұрғанын мен өзімде сеземін. Салат кәдімгідей жетіспей тұрады. Соны сезгендіктен мен бүгін маған салат жасау керек. Өйткені мен организм менен требует деп кәдімгідей өзіме айтамын, сол алып келіп заттарымды салат дайындаймын. Бұл дегеніміз не? Яғни қараңыздар, біз өзімізге бір әдет қалыптастырамыз деген кезде, жақсы әдет әрине, біз жаман әдеттер туралы айтпаймыз, жақсы әдет қалыптастырамыз деген кезде, біз ол дайын боламыз. Соны күнде жасаған кезде біздің организмда соған үйреніп алады кәдімгідей. Өйткені оған витаминдер келеді, қаншама салаттардан, мысалы сәбізден болсын, қызылшадан болсын, барлығы пайдалы екенін бәріміз білеміз ғой. Бірақ оны біз кей кезде жасамаймыз. Немесе бір тойлар болса ғана жасаймыз, не болмаса бір қонақ келетін кезде ғана жасаймыз. Шын мәнінде біз
сонда біздің енді қазақтардың психологиясы солай қалыптасып қалған ғой бала кезімізден. Ой, үйдегінің жақсының бәрі қонақтарға, иә? Не жақсы үйде, тәтті ма, не болсын, барлығымыз қонақтарға ет болсын, бұрынғы кездерде, иә, барлығын біз өзіміз тек қана не жедік, бала кезімізде етке мойын жейтінбіз, иә, толарсақ жейтінбіз, жіліктің бастары бітпейтін, иә, үнемі соны сорпа ішеміз содан. Ал шұжық, қазы дегенді біз өзіміз отырып өмірі жеп көрген емеспіз. Хотя қазір біздің сандықта оның барлығы толып тұратын, бірақ біз оны жеген жоқпыз. Өйткені жақсының барлығы ол құрметті қонақтарға деп біздің санамызға солай үйретті. Кей кезде мен де осы психологияны қолданып кетемін балаларға. Жоқ, мынаған тиіспеңдер, мынау қонақтарға деп. Сол кезде өзіме кәдімгідей күлкім келеді. Егер де мысалға қонақтарға демей-ақ, соны балаларға да берген кезде біз сол мынау біздің психологиямызды өзгертеміз, иә, өйткені біздің балаларымыз содан кейін ондай айтпауы мүмкін. Жаңа айтып жатқан, яғни біз салатты қонақтарға ғана емес, өзіміз, яғни өмірдегі ең қадірлі, ең құрметті адам ол бізміз. Осы біздің денеміз, біздің жанымыз, иә, осы денеге қонған ең қадірлі адам бізбіз. Сондықтан қыздар, ханымдар деймін, яғни сіздер ең жақсыны өздеріңізден аямаңыздар. Және де бірінші орында өзіңіз тұрасыз, содан кейін ғана барып балаларыңыз немесе ата-аналарыңыз соларға кетеді. Міндетті түрде сіздер өздеріңізді екінші орынға, бірінші менің күйеуім жесін, сосын балаларым жесін, сосын мен жеймін деп, немесе мамам жесін, содан қайненем мен қайнатам жесін, сосын күйеуім жесін деп, бірінші орынға басқа адамдарды қоймаңыздар. Өйткені олардың өмірі басқа. Сіздер бір өмірді сүріп жатқан жоқсыздар. Әркімнің өмірі бөлек. Сондықтан міндетті түрде бірінші орынға өздеріңізді қойыңыздар. Жақсының барлығын өздеріңізден аямаңыздар. Жақсы киім болсын, енді ол нені білдіреді, барлығын үстеріңізге артып ал дегенді білдірмейді әрине. Сіздер өзіңізге бір жақсысын аласыз, содан кейін балаларыңызға аласыз, күйеуіңізге аласыз, қасыңызда әдемі болуларды киініп жүру керек қой. Барлығын өзіңіздің үстіңізге артып алып, басқаларға ештеңе бермей қойып жүрмеңіздер. Бірінші өзіңізге аласыз, содан кейін ғана барып басқаларға бересіз. Бірінші орынға балаларыңызды ешқашан қоймаңыздар. Балаларыңыздың өз өмірі бар, өздерінің Алла тағала оларға беріп қойған ризық несібесі бар. Сондықтан бірінші орында әрдайым өздеріңізді ұстаңыздар. Екінші орынға қоймаңыздар. Және де тағы да бір жақсы әдет, мысалға бұл біздің салауатты өмір салтын қалыптастыру, иә? Салауатты өмір салты, ЗОЖ деп бұрыннан осы біз мектепте оқып жүргенде екен, қай кезде осы пән шықты. Бір 20 жылдан артық та болып қалды осы пәннің шыққанына, иә? ЗОЖ деп, салауатты өмір салты деп. Осы пәнді енгізген кезде біз өзіміз басында өте түсінбейтінбіз оны, не ол деп. Шынымен де өте бір қоғамдық маңызы бар сабақтар бұл да пән. Өйткені бізде денсаулыққа көп көңіл бөлінбейді. Біз күнделікті тірлікпен жүреміз, денсаулыққа көңіл бөлмейміз. Денсаулыққа жаңағы салауатты өмір салтын қалыптастыру бұл бізде, білесіздер, дұрыс тамақтану, яғни таңғы серуен, далада таңғы ауаны жұту. Яғни мына ішкі ағзаға біз от деген жеткілікті түрде беру керекпіз, ішкі организмімізге. Сосын мен айттым, жүру, жаңа таңғы серуен, дұрыс тамақтану, жаттығу жасау, және де өзімізге пайдалы көкөністер, жемістер, осылардың барлығын жеу, Тағы да мүмкін салауатты өмір салтына жатқызамыз, бұл біздің ойымыз, жақсы ойлау, әдемі ойлау, осыларды да салауатты өмір салтына жатқызамыз. Жалпы бұл деген өте керемет. Егер сіздер осы таңда ерте тұруды үйреніп алып, бізде істеп жатқан қыздар бар, мен олар үшін өте бір қуаныштымын, соларға мен өзім бір толчок беріп, солай істеуге, әрекет етуге көмектесіп жібергенім үшін өте қуанамын. Күнде осылай таңдап тұрып, кей кезде болып қалады, кештеу тұрып қаласыздар. Мейлі, онда тұрған ештеңе жоқ. Сіз тек қана тұрып, осы жасайтын әрекеттерді жасап тастасаңыз, сіз өзіңіз үшін, өзіңіздің организміңізге, жаныңызға, ішкі состояниеңізға инвестиция жасайсыз. Яғни болашақта
жаныңыз бен тәніңіздің жақсы болуына, олардың жақсы көңіл күйде ауырмай сырқамай жүруіне әсер етесіз. Өзімізде қазақтарда айтады ғой, жаны саудың тәні сау. Тәні саудың жаны сау деген не? Яғни ішкі дүниеміз бен сыртқы дүниеміз біздің бір бірімен байланысты. Тәніміз бен жанымыз. Ол туралы бізде жеке тақырып болады алдағы уақытта. Сондықтан өмір салтын, салауатты өмір салтын ұстануға мүмкіндік жасайтын уақыт міне осы таңғы уақыт. Яғни дұрыс тамақтану, жаттығу жасау, серуендеу, осының барлығын сіздер ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап жүріңіздер. Жалпы таңғы ерте тұрудың пайдасы туралы айтам деген мәліметтердің барлығын айттым. Енді ұйқыға кірейік. Ұйқы не үшін маңызды? Кей кезде бізде өзімнен барлық мысалдарды өзімнен айтамын. Менің өзімнің психологиям бойынша, мен бала кезімізден біз көп ұйықтамау керекпіз. Сондай психологиямен өстік. Біз ұйықтап жатсақ, ай неге жатсын тұр, ананы істе, мынаны істе деп, иә, солай үйрететін. Түскі уақытта бізде ұйықтау деген болатын, бірақ сондай біз әдейілеп ұйықтағанын емеспіз. Таңертең тұрасың, қалай таңғы жұмыстар басталады ғой, ауылда тұрдық өзіміз, сиыр сауу, мал айдау деген сияқты, бұзау суару, сондай әрекеттер тұра сала сол әрекеттерді істейміз. Әрі қарай пеш жағу кетерде осы уақыттарда оның барлығы су әкелу, көмір әкелу деген сияқты әрекеттерді істеп сабаққа кететінбіз. Ал бірақ бізге ешкім, ай сенің ұйқың қанып тұрды ма, сенің ұйқың қанбай тұрды ма, ол ешкім үшін маңызды болған жоқ. Өйткені сиыр тамақ ішу керек, иә, уақытта тамағын ішу керек, таңертең тұрған кезде. Бізге ол сүт береді, пеш уақытта жағылу керек, өйткені үйдің іші барлығы суық болып тұрады, иә. Сондықтан біздің ұйқымызға аса ешкім көп мән берген жоқ. Қазіргі заманға салыстырған, қазіргімен салыстыратын болсақ, бұрынғы кезде меніңше ұйықтау туралы бізге сен әдейілеп ұйықта, ұйқың қансын деп ешкім бізге айтпаған бұл туралы. Енді сіздерде білмеймін, мүмкін сіздерде де сондай болған шығар. Негізі қоғамның психологиясы солай. Көп ұйықтауға болмайды. Көп ұйықтауға болмайды. Ал қазіргі психологтардың, коучтардың айтуы бойынша біз керісінше ұйықтау керекпіз. Негізі айтады ғой, бала туған кезде, кішкентай бала көп ұйықтаса, ол өседі. Бұл шын. Яғни біздің организмді көп ұйықтаған кезімізде біздің организм дамиды, жетіледі, өседі. Ал енді қараңыздар, бірақ көп ұйықтау керек екен деп, біз мысалы 24 сағаттың 12 сағатын ұйықтайтын болсақ, әр жағында қалған 12 сағатты не істейміз, иә, мысалы қарап тұрсаңыз. Сондықтан біз саналы түрде әр адамға әртүрлі. Бір адамға 5 сағат ұйқы ол жеткілікті болуы мүмкін организмдер үшін. Бір адамға 6 сағат жеткілікті, енді біреуге 7 сағат жеткілікті болады. Оны сіздер өздеріңіздің, енді бүгіннен бастап кешеден бері мен сіздерге өздеріңізді зерттеңіздер деп айтып жатырмын ғой. Сол өзіңізді зерттейсіз. Мысалға бір күн 6 сағат ұйықтап көресіз. 6 сағат ұйықтағанда сіз күндіз өзіңізді қалай сезінесіз? Соны зерттейсіз. Мүмкін сіз 6 сағат сізге өте аз, 7 сағат ұйықтау керек шығарсыз. Сондықтан бір күн 7 сағат ұйықтап көріңіз. Сосын күні бойы өзіңізді қалай сезіндіңіз? Соған мән бересіз. Солай сіздің өзіңіздің ұйқыңыздың нормасын шығарып аласыз. Мен өзім негізі 5-6 сағат қана ұйықтаймын. Себебі көп ұйықтаған кезде бізде денеміз әлсіреп, сондай бір минусқа келген энергиямыз азайып қалады. Мен сіздерге тағы да бір айтып қояйын, құпиямды деп қояйын ба. Бір керемет бір курсқа қатысып жатырмын. Сол жерде айтады, энергия біз көп ұйықтап кеткен кезде де біздің таңертеңгі уақытта мысалға біз 100% энергиямен тұрамыз ғой. 100% энергиямен біз ұйықтап тұрдық демалып, 100% энергиямен тұрған кезде біз әрі қарай күні бойы осы 100% энергиямызды таратамыз, береміз жан жаққа. Ал егер біз көп ұйықтап кетсек, мысалға нормадан асып кетсем, мысалы мен 6 сағат ұйықтау керек бір, мен 8 сағат ұйықтап қойсам, біз минусқа кетеміз. Мен 100% бе тұрмаймын, 100% энергиямен. Мен уже 80% энергиямен тұруым мүмкін. Көрдіңіздер ме қыздар? Сондықтан көп ұйықтаған кезде мынау жалқаулыққа басып, декреттағы аналар, өзімді декреттамын ғой, сол кезде баламыз түні бойы тышсызданып, ұйықтамаған кезде ұйқымыз бұзылады. Шын.
ол оны ақырын нормаға келтіреміз. Бірден ол болмайды. Қазір мен балаларым кішкене өсті, сондықтан мен мысалға кешке жатып таңертең тұра аламын, иә. Егер сіздің балаларыңыз әлі кішкентай болса, мен айттым чатта, өпелері кішкентай 1 жасқа толмаған аналар таңғы эфирға тұрмаңыздар дейді. Сіздер тек қана записьті қарап, сондағы тапсырмаларды орындаңыздар дейді. Бұл дұрыс. Өйткені ол аналар не істейді? Түні бойы баласымен алысады. Содан кейін олардың энергиялары минусқа кетіп жатыр ғой. 100% ол таңғы тұрған кезде 100% энергиямен тұра алмайды. Оның энергиялары минусқа кетіп жатыр. Онымен тұрып эфирға отыратын болса, олардың энергиясы одан сайын түсіп кетеді. Олар мүмкін менің эфирімді саналы түрде сезінбеу, түсінбеуі мүмкін, айтып жатқандарымды. Сондықтан ұйқы өте маңызды. Бұл біріншіден, жаңағы айтқандай, өздеріңіздің нормаларыңызды біліп алыңыздар, содан кейін өздеріңіздің 100% энергиямен тұру үшін таңертең осы көп ұйықтаудың қажеті жоқ. Нормамен ғана ұйықтаңыздар, міндетті түрде. Содан кейін бұл біздің иммунитетті жақсартады. Сіздердің мынау неше түрлі инфекцияларға қарсы тұруға осы ұйқының пайдасы көп. Яғни нормамен ұйықтаған ұйқы біздің ағзамызда осы инфекциялармен күресуге жақсы иммунитет тудырады. Біздің организмімізде ол автоматты түрде жүреді. Әдейі мысалы дәрілерді ішіп, витаминдарды ішіп емес, біз оны толықтырамыз, үстінен қосамыз, иммунитет қосамыз. Ал ұйқы бізде автоматты түрде өзі бізге иммунитетті күшейтіп келеді. Әрі қарай жүрек қан тамырларына жақсы көмектеседі. Қараңыздар, жүрек аурулары бар адамдардың ұйқысы бөлініп кетеді, немесе ұйқылары қандай қанық болмауы мүмкін, иә. Сондықтан олар кейде көп ұйықтай алмайды да, өйткені оларда сондай ауырсыну сезімдері болуы мүмкін. Жүрек қан тамырлары ауруларын негізі ұйқы азайтады. Ұйқы соларды азайтады. Ұйықтаған кезде, қанық ұйықтаған кезде біз тек қана жүрек қан тамыр аурулары емес, жалпы кез келген ауруларды алдын ала аламыз. Кез келген ауруларды. Гормондар туралы айттым, иә. Сіздерде бұл ұйықтаған кезде бізде гормондар бөлінеді. Ол яғни өзінің түнде бөлінетін гормондар бар, яғни таң ата бөлінетін гормондар бар. Осы гормондар өз уақыттарында бөлінген кезде, мысалы түнде бөлінген кезде, біз яғни ұйықтап жату керекпіз сол кезде. Өйткені сол гормондар, қазір не істеуге аттарына жүрген, гормондар, өсу гормоны және метаболизм деген. Бұл біздің ұйқы кезінде бөлінетін гормондарымыз. Өсу гормоны және метаболизм. Яғни олар бөлінген кезде біз ұйықтап жату керекпіз. Өйткені олар бөлінгенде біз ояу жүретін болсақ, олар өсіп көбейіп кетеді. Яғни ол кері әсерін тигізеді біздің организмімізге. Сондықтан осы гормондар тақырыбын негізімен зерттеп жатырмын. Қазір бірнеше сабақтар қарап жатырмыз сол тақырыптар бойынша. Бұл гормондардың менің түсінгенім біздің ішкі наркотиктер деп айтады екен бұны, біздің гормондарды. Ішкі наркотиктердің жалпы адам ағзасына ғана емес пайдасы, жалпы мынау біздің табысқа жетуімізге, күнделікті өмірде өзімізді жақсы сезінуге, соның барлығына қалай әсер ететіні туралы мен біздің ақшамызға да қалай әсер ететіні туралы оқып жатырмын. Ол туралы алдағы марафондарымда айтып қалуым мүмкін, зерттеп жатырмын. Толық зерттеген жоқпын, сондықтан мен сіздерге ол туралы сайрап айта алмаймын. Жалпы мен оны түсіндім. Яғни біздің организмдағы гормондар бізге өте маңызды екенін түсіндім. Мен бұрын ерте тұру керек дегеніммен ол гормондарға онша мән бермейтінмін. Біріншіден, мынау аттар кейде қиындау болады ғой, айтуға бізде күнделікті өмірге қолдануға деген сияқты. Өйткені менің тілім айтып үйренбеген ғой. Сол қазір өзім ойлап отырмын да, менде сондай бір кішкентай бір қорқыныш болған екен. Анау аттарды мен айта алмай қаламын деген. Сол сөзді. Сосын ол қорқынышты да жеңуге болатынын түсіндім. Яғни біз оны айтып үйрену керек екенімізді. Гормондар туралы алдағы марафондарда айтамын деп ойлаймын. Әрі қарай ұйықтаған кезде біздің миымыздың қызметі жақсарады. Ұйқы өзінің нормасын орындаған кезде біздің миымыз тынышталады. Кейбір адамдар түс көрмейді, түс көрмейтін адамдар бар. Бұл өте жақсы. Егер түс көретін адамдар, мысалға мен өзімде болады, кейде қалай айтсам екен, бір кино көресің, иә,
кейде бывает қорқынышты кино көріп қаласың, кейде бір ойландыратын кинолар көресің. Содан кейін сол түсімде мен міндетті түрде сол киноның ішінде жүремін ғой. Яғни бұл дегеніміз не? Біздің күні бойғы жүрген, егер бізде қорқынышты түстер керек болса, мысалға сондай қорқынышты, біз жанталасып, арпалысып, біреуден қашып келе жатқан, жүгіріп келе жатқан сәттермен үнемі осындай түстер көретін болса, яғни бұл дегеніміз біздің мынау ішкі жан дүниеміз күні бойы тыныштықта болмады дегенді білдіреді. Біздің жан дүниеміз, миымыз болсын, ішкі состояниеміз болсын, барлығы күні бойы осындай өзінің ішкі арпалыста жүреді. Біз түнде ұйықтаған кезде осындай тағы да қорқынышты түстер, жүгіріп қашып жүрген түстерді көреді екенбіз. Сондықтан біздің мынау бақытты, керемет сезімде жатып көретін түстеріміз, мысалға мен өзімде қатты жиі болмайды, сирек болады. Болады сондай түстер, бірақ түстен айырылғым келмей, жата тұрғым келіп, сондай бір сәттер болады. Ал жанталасқан кезде, яғни біздің миымыздың барлығы әлі де жанталасып, ұйықтап жатсақ та жұмыс істеп жатады, жанталасып. Сондықтан біз жақсы ұйықтау үшін біздің күні бойғы настроениямыз, көңіл күйіміз біздің түнде қалай ұйықтайтынымызға да әсер етеді. Өйткені мына дене барлығын есте сақтайды, біздің денеміз. Ондай сөзді естіген шығарсыздар, яғни ол ұмытпайды, иә? Денеміз біздің барлығын есте сақтайды, содан кейін оның барлығы біздің миымызда көрініс береді. Әрі қарай жақсы ұйықтаған кезде, қанық ұйқы болған кезде бізде стресс болмайды. Стресстен арылуға болады. Яғни біз түні бойы болады, иә, бір кезде бір идеялар келген кезде өзімде болады. Түні бойы ұйықтай алмай қаласың. Сол кезде мен кешегі айтқан техниканы қолданамын, Аллаға тапсыру деген. Сол техниканы қолданамын. Өйткені мен біліп тұрмын. Қазір мен түні бойы ананы ойлап, мынаны ойлап, қалай болады деп барлығын ойлап жататын болсам, мен таңертең дұрыс тұра алмаймын. Мен таңертең ұйқым қанбай тұрады. Сондықтан сіздер өздеріңіз осылай үйретесіздер. Мазасыз ойдан қалай арыласыз, жаңағы айттым, техника бойынша қолданасыздар. Егер сіз осы эфирді көріп отырған болсаңыз, ол техниканы кешегі сабақтық запись сақталған ютубта, содан қарай аласыздар. Сол техниканы қолдану арқылы өздеріңіз осындай мазасыз ойлардан, стресстан өздеріңізді қорғау керексіздер. Яғни сіз біліп тұрсыз, мынау түнгі мазасыз ойлардың барлығы сізге кері әсерін тигізетін. Өйткені сіз таңертең кеш тұруыңыз мүмкін. Жатып тұрған кезде сіз мынау 100% энергиямен тұрмауыңыз мүмкін, сіз минусқа кетіп тұруыңыз мүмкін. Сондықтан сіз оның барлығы саналы түрде сезінесіз, сосын айтасыз, так, Арсенгүл, бітті, ол ойлар маған керек емес, демаламын. Мен демаламын дейсіз, сол техниканы қосасыз, қосқаннан кейін жайланып, өзіңіз кәдімгідей рахаттанып, жастығыңызды бір жұмсақ екенін сезініп, көрпеңізді жамылып, сондай бір керемет сезімді сезініп барып, көзіңізді ұйқыға жұмасыз. Сол кезде сіздің ұйықтап кетуіңізге тез болады. Мынау өзіміздің жатқан жеріміздің төсек тақырыбы алда болады бізде әлі. Жатқан жеріміздің бізге, яғни төсегіміз ғой, біз жатқан жеріміз, жастығымыз, оның үстіне төсеген біздің жаймаларымыз, олар өте маңызды. Бізге олар да ерекше әсер етеді. Сондықтан лас, кір немесе ауыстырылмаған төсектерде көп уақыт жата беруге болмайды. Ол бізге энергия береді, ол да біздің төсегіміз. Және де төсегіміздің қатты болмай, тым қатты болмай, өзімізге ыңғайлы болғаны да өте маңызды. Мысалға ортопедический дейді ғой қазіргі уақытта. Шынымен де ортопедический мен ортопедияда жай матрастарды алып қарасаңыз, айырмашылық жер мен көктей. Сондықтан әркім өз денсаулығын ойлаған кезде, сіз беліңіз ауырып жүрсе, сізге ортопедический керек деп айтты ма матрас? Яғни сіз соны сатып алып, қанша тұрса да соны сатып алып, өзіңіздің түнгі ұйқыңыз жайлы болу үшін сол матраста ұйықтау керексіз. Себебі сіз қазір ақшаңызды аяйсыз, анаған керек, балама куртка перу керек, балама етік әперу керек дейсіз да, сіз өзіңізді ұмытып кетесіз. Сол кезде не болады? Сіз ұмытып кетесіз, түнде дұрыс ұйықтамайсыз, ана матрастан сіздің беліңіз ауырады, былай жатасыз ауырады, былай жатасыз ауырады, яғни түнгі ұйқыңыз бұзылады. Сіз бір оянасыз, бір ұйықтайсыз,
сол кезде басымыз ауырады. Міне өзімде болады, балалар жылап ауырып жүрген кездерде басымыз ауырып кетеді. Яғни сіздің матрасыңыз жайлы болу керек, жатқан жеріңіз. Сондықтан соған да көңіл бөліңіздер. Ұйқы өте маңызды. Ерте тұру қаншалықты маңызды болса, ұйқы да соншалықты маңызды. Сондықтан мен айтамын, сіздер ерте тұрамын деп, қазір сағат 6-да тұрамын деп, сағат 2-де ұйықтасаңыздар, сіздің 4-ақ сағат әр жағында ұйқыларыңыз бұзылады. 2-де емес, сіздер 6 сағат 12-ге қарай ұйықтаңыздар, 11-де ұйықтаңыздар. Жатқаннан кейін сіз бірден ұйықтап кетпейсіз ғой. Сондықтан ертерек, жарты сағат ертерек жатуға тырысыңыздар. Бұл екеуінің маңызы бірдей өмірде. Ұйқы да, ерте тұру да маңызды. Сондықтан олардың барлығын өз өміріңізге кіргізіп, реттеп алу тек қана сіздің қолыңызда. Мен сіздің өміріңізді көріп тұрған жоқпын. Және біздің қыздар, мұндағы отырған қыздарда ешкімнің өмірін көріп тұрған жоқ. Былай қарап тұрса, ешкімге көмектесе алмайды да, былай қасына барып, біз ай тұр, сен міне сен тұру керексің, мына уақытта тұру керексің, жату керексің деп ешкімге айтпайды олай. Себебі біз өзіміз уже ересек адамбыз. Нешедесіз қазір? Сіз бала емессіз, иә? 15-ге дейін, 18-ге дейін біз бала деп санаймыз ғой. Сіз уже бала емессіз. Сіз барлығы, мен чатта оқыдым, 28-ден асқан, 40-тан асқан, мен сияқты қыз-келіншектер біз саналы түрде уже ересекпіз. Сондықтан осының барлығын өз өміріңізге өзіңіз істеңіз. Сізге керек па? Ұйықтайын деді, ұйықтаңыз. Тұру керек па? Тұрыңыз. Тағы да бір маңызды мәселе, біз ерте тұрамыз қазір, иә? Ерте тұрғаннан кейін біз көп уақыт күндіз біз аңғарасыздар, уақытымыз кәдімгідей созылып кетеді. Мен кейде ойлаймын, сағатқа қараймын, сағат әлі күндіз жүргенде сағат 10, сағат 10 ба деп таңғаламын да кей кезде. Қалай мен маңыздан бері қаншама жұмыс істеп тастадым, ал сағат әлі 10 екен ғой дегенде кәдімгідей керемет сезім болады да менде. Мен қаншама жұмыстарымды істеп тастаппын ғой деп өзіме риза боламын. Кәдімгідей сағатқа қарап уақыттың ақырын өтіп жатқанын көремін да, өтіп жатқандай маған сезіліп тұр ғой, өйткені мен ерте тұрдым. Енді осы ерте тұрғаннан кейін міндетті түрде арасында күндіз 25-30 минут немесе 40 минут ұйықтап алыңыздар. Бұл да маңызды. Сіз кейбір адамдар болады, энергиясы тасып ұйықтағысы келмейтін. Ондай адамдар шыдай алады. Ал егер сіз кішкене шаршаған сияқты сезімде болсаңыз, міндетті түрде ұйықтап алыңыз. Бірақ ұйықтадым деп, ұйықтау керек екен деп, 1 сағат, 2 сағат ұйықтап қалмаңыз, обедкі уақытта, түскі уақытта. Сіз тек қана будильник қойып қойыңыз, немесе таймер қойып қойыңыз жарты сағатқа. Сол будильник шырылдаған кезде бірден тұрып кетіңіз. Сол кезде сіз кешкі ұйқыға да сіз дайын боласыз. Яғни сіз егер көп ұйықтап кетсеңіз, түскі уақытта 1 сағаттан артық ұйықтап кететін болсаңыз, сіз кешке ұйықтай алмайсыз. Ондай адамдар бар, күндіз ұйықтап алса, түнде ұйықтай алмайтын. Сондықтан өздеріңізге қарайсыздар. Егер сіз сондай адам болсаңыз, күндіз ұйықтасаңыз, түнде ұйықтай алмай қалатын болсаңыз, онда ұйықтамаңыз. Егер сіз 25-30 минут демалып алсаңыз, немесе мен өзім қалай істеймін, кейде жай жатып демаламын. Көзімді жұмамын да, ұйықтамаймын, жай жатып демаламын. Сондай сәттерде сіздер де солай істеуге болады. Яғни жай жатып, көзіңізді жұмып жатып, тыныштықта демаласыз. Осыны міндетті түрде өздеріңізге, ритмдарыңызға, күнделікті өмірлеріңізге келтіріп алыңыздар. Көп ұйықтаудың қажеті жоқ түскі уақытта. 25-30 минут немесе 40 минут әрине. Осы уақыт аралығында бір демалып алсаңыздар, әрі қарай түнгі ұйқыға дейін сіздердің энергияларыңыз тасып жүреді. Енді энергия туралы біз тақырыпты қозғаймыз. Мен бұрын оның барлық голосовоймен берген болатынмын. Осы эфирға қатысқан, осы марафонға қатысқан ханымдар негізі бақыттысыздар. Өткен эфирда да біз әртүрлі тақырыптарды қозғадық, бірақ олардың именно марафонның негізгі тақырыптарын мен голосовоймен жіберген болатынмын. Ал енді сіздер менің энергиямды сезініп отырып тыңдай аласыздар. Сондықтан таңғы эфирларды шығыңыздар міндетті түрде, шыға алмасаңыздар записті қараңыздар. Келістік ба? Қыздар бары естіліп жатыр ма? Мен өзім ғана сөйлеп жатқандай болып жатырмын. Біреулеріңіз WhatsApp-қа жазып жіберіңіздерші. Барлығы жақсы естіліп тұр ма?
Қазір қыздарды көрейік, жазып жіберсін. Естіліп тұр дейді Әйгерім ханым, рахмет. Енді естіліп тұр, керемет қыздар. Жақсы естіліп тұр дейді Балерке, рахмет. Енді қыздар, бүгін мынау таңға жасайтын жаттығуды, біздің мынау тыныс алу жаттығуын сіздер қазір кішкене тақырып қозғалды. Жақсы, рахмет, қуаныштымын. Жалпы таңға мынау тыныс алу жаттығуын бүгін кештеу кірдік, кішкене сіздер марафон қазір эфир біткеннен кейін жасаңыздар, мен де жасаймын өзімде. Енді мен сіздерге тапсырма беремін. Кешегі тапсырманы мен кіммін деген тақырыпта біз әңгіме қозғадық. Сіздерге мен не істеу керек екенін айттым. Егер осы записті көріп отырсаңыз, сіз қандай тапсырма екенін білмесеңіз, кешегі күнгі бірінші күнгі записті қараңыз, міндетті түрде. Мен кіммін, яғни өзімізді зерттедік. Егер сіз әлі жасамасаңыз, бірінші осыны жасап алыңыз міндетті түрде. Жақсы ма қыздар? Егер сіз әлі жасай алмай жатсаңыз, мен кіммін деген тақырыпта оны жасап алыңыздар. Содан кейін екіншіге бүгінгі күнгі тапсырмаға көшесіздер. Жақсы ма? Бүгінгі күнгі тапсырма жазып алсаңыздар болады. Екінші күнгі тапсырма деп блокноттарыңызға жазып алыңыздар. Бұл біздің жаман әдеттерден, жаман мінезімізден арылу. Жазып алыңыздар. Жаман әдеттерден, жаман мінезден арылу. Енді қараңыздар, кез келген жақсы нәрсенің, жаңа бірдеңенің өмірге келуі үшін үйде де біз қолданамыз ғой, ескі нәрселердің орнын босату керек, жаңа нәрсеге. Мысалға, сіз үйіңізде жақсы энергия келсін, аурасы керемет болсын десеңіз, жаңа бірдеңе сатып аласыз, барып, жаңа орамал сатып аласыз, жаңа орамал сатып алып түртінген кезде өзіңізді керемет сезінесіз деген сияқты, немесе кухняда дәл солай ыдыстарыңыз ескіріп кетті ме, жаңасын сатып аласыз, яғни ескіні біз лақтырып немесе орнын босату, біреуге беріп босату арқылы ол жерге жаңасын әкелеміз. Жаңасы бізге жаңа энергия сыйлайды, жаңа көңіл күй сыйлайды бізге. Күні бойы біз осы төрт қабырға дейін благоустроенный үйдеміз ғой, төрт қабырғада жүргенде бізге энергияны біз жан-жағымыздағы әлемнен аламыз. Ол біздің мына заттарымыз, үйдің ішіндегі аурасы біздің энергия береді бізге. Сондықтан әр нәрседе біздің организмде біз жаңа әдеттерді, жақсы мінезі, жаңа ойларды әдемі қалыптастыру үшін біз өзіміздегі жаман әдеттерден, мінездерден арылу керекпіз. Менің бұрынғы марафонына қатысқан қыздар бұл техниканы біледі. Ол қыздар істеп жүр деп ойлаймын. Істеп өттік біз ол техниканы. Не істейміз? Ең алдымен сіз неше жастасыз? Ақтоты ханым қосылды, қайырлы таң. Сіз неше жастасыз? Мысалға, мен 42-демін, мен 42-демін. Енді өзіңіздің жасыңыз аласыз. Содан кейін өзіңіздің бойыңызда неше, осы 42-сіз ба? 42 ма? 42 жаман әдетіңізді өзіңіз бір қағаз аласыз да, жазып жүресіз. Можете андай жай дәптер, өткенде айттым ғой, сіздерге кешегі марафонда бастаңыздар. Яғни оны шыртып алып, лақтырып жіберуге ыңғайлы да. Чем мындай блокнот бастап, соған жазып, оны шыртып атқаннан гөрі жай дәптер бастаңыздар, простой дәптер. Соған жазасыз. Өзіңіз қоясыз, 42-демін дейсіз да. Қандай өзіңіздің жаман әдеттеріңіз бар. Соны 42-ге бар ма? Барлығын өзіңіз неше жастасыз, соған дейін тізіп жазу керексіз. Есіңізге түсіресіз барлығын, қандай жаман әдеттер бар. Адамның бойында көп жаман әдеттеріміз. Мысалы, шыдамсыздық, сабырсыздық, тез ашуланып қалу, немесе біреуді бірдеңені қызғанып қалу, ішімізде мына бүйтіп түйіп қалады ғой, бір жағдайлар болған кезде. Ол яғни біздің қызғанышымыз өртеніп бара жатады. Соны жазасыз. Көре алмаушылық, немесе жек көрушілік адамдарда. Мысалға, біреудің сөйлеп атқан сөзін ұнатпай отырасыз,
біреу уже а деп аузын ашып жатса, уже сіз одан раздражаться етіп отырасыз. Сондай жағдайлардың барлығын тізіп жазамыз. 42 ма, 42 шық ма, 42-сін жазыңыз. Енді қараңыз, бір отырғанда сіз барлығын жазбауыңыз мүмкін. Есіңізге түспейді ғой, барлығын бірден. Өзіңіз күнделікті тамақ істеп жатасыз, иә? Мысалға, тамақ істеп жаттыңыз, бір сондай жаман әдетіңіз есіңізге түсіп кетті, мінезіңіз. Мен ананы еще білемін ғой деп. Барасыз да жүгіріп барып, соны дәптерге жазасыз, міндетті түрде. Өйткені сіз оны қазір кішкене дегесін ұмытып қалуыңыз мүмкін, сол әдетіңізді, иә, мінезіңізді. Сосын тағы да үй жинап жүресіз, бір әдетіңіз есіңізге түседі, жаман әдетіңіз. Мен ананы істеу керек екенмін ғой деп, сол мінезім бар екен ғой деп, мінезіңізді барасыз да жүгіріп барып жазасыз. Яғни бұл бізге неге көмектеседі? Бұл жаңа айтқандай, бізге жаңа әдемі, жақсы әдеттер қалыптастыру үшін, жақсы мінез, бұл бізге сабырлық, мына ішкі дүниеміз тыныш болған кезде, біздің миымыз да тыныш болады, біз ашуланшақ болмаймыз. Ашуланамыз әрине. Ол дегеніміз, біз мына күнделікті ашуланатын процентімізді азайтамыз просто, иә? Ашулану да керек кей кезде. Шығару керек біз ішкі эмоцияларымызды. Оның барлығын қалай шығару керек екен, мен сіздерге айтамын. Ашулану керек екен деп әлгі сарт-сұрт еткізіп, аяқтарды бір-біріне соғып, таш-тұш еткізу емес. Ол кішкене басқаша. Ашуланған кезде басқаша әрекет етеміз. Оны қалай екенін алдағы уақытта айтамыз. Бұл тақырыпқа тоқталамыз. Содан кейін соның барлығын жазасыз. Ойыңызға түскен, кез келген уақытта ойыңызға түседі, соны жазасыз. Бір күн, мысалға, сіз 15-ін жаздыңыз, немесе 20 жаздыңыз делік, иә? Сол жеткілікті. Соны аласыз да, бір күн бітті, кешке қарай оны жыртып жағып жібересіз, жер үйде тұрсаңыздар. Ал благоустроенный этаж үйде тұратындарыңыз міндетті түрде жыртып унитаздан ағызып жіберуге болады. Бірден ағызбаңыздар, тұрып қалмасын, бөліп ағызып жіберіңіздер. Немесе ондай болмайды десеңіздер, ұсақ-ұсақ жыртып, оны қоқыс жәшігіне лақтырып тастайсыз. Яғни бірақ лақтырып жатқанда прям сондай жаман әдеттердің бірі кетіп бара жатқандай әсерде болып лақтырып жіберіңіздер. Бұны біз бір-ақ рет жасамаймыз. Бұл техниканы бірнеше рет жасау керек. Пока сіз ана ішіңіздегі жаман мінездеріңізден ақырын арылып жатқаныңызды сезгенше жасайсыздар. Оны тек қана бір рет жасап қою, ол өте аз. Біз айттық қой, біз осы мына денеміз, біздің өзіміз, организміміз бір әлемді зерттейміз біз. Нені білеміз, нені білмейміз, нені жасай алады екеніміз. Біз білмей жүргендеріміз де көп қой. Бірдеңе жасағысы келеді, не жасағысы келетінін білмей отырған адамдар өте көп. Сондықтан өзімізді зерттейміз. Ақырын анализ жасаймыз өзімізге. И осы жаман әдеттерді, мінезімізді ақырын жоямыз. Оларды басамыз. Содан кейін бұл неге жақсы көмектеседі? Мысалға, біз қонаққа барамыз, қазақтар өте жиі қонаққа барамыз. Қонаққа барған кезде сізге ұнамайтын адамдар кездесуі мүмкін, иә? Сізге біреудің жаңа айтқандай сөйлегені ұнамауы мүмкін. Біреу бір тос айтса, 1 сағат айтады, сол сізге ұнамай, раздражаться, сіз өзіңіз сезбеуіңіз мүмкін. Бірақ ішіңізде раздражаться етіп тұрады да сізге. Кеп тұрады ішіңізге, бір жеріңізге. И соны сіз сол жерде жазып аласыз. Мына кісіге мен раздражать еттім, мына кісіге. Яғни сол арқылы сіз ол кісіге деген өзіңіздің жаман көзқарасыңызды жоя аласыз. Яғни жалпы айтады, егер сіз біреуге солай ашуланып, біреудің бір мінін көріп тұрсаңыз, ол мін сізде де бар деген сөз. Жалпы мен бұнымен келісемін, көп адамдар солай айтады. Сізге біреудің бір денесі ұнамай тұрса, бір мінезі, жүрісі, немесе бір сөйлегені ұнамай тұрса, ондай сізде де бар деген сөз. Яғни ол сізге жақын, сіздің жүрегіңізге бір жеріңізге жақын болып тұр. Және керісінше, егер мысалы біреудің күлгені, біреудің әдемі сөйлегені, немесе біреудің бір істеген қылықтары сізге ұнап тұрса, ол да сізде бар деген сөз. Яғни біреудікі ұнаса, ол сізде де бар. Сондықтан бұл техника өте керемет техника. Біз жаңа әдеттер, мінез, жаңа ой, энергия өзімізге алатын болсақ, оған орын керек біздің организмде. Сондықтан ескі дүниелердің барлығын
өзіміздің арғы ағзамыздан шығарып тастаймыз. Бұл сіздерге берілетін техника міндетті түрде орындаңыздар. Түсінікті болды деп ойлаймын. Тағы бір қысқаша айтып өтейін. Яғни өзіңіздің бойыңызда нешедесіз, сонша өзіңіздің бойыңыздан жаман қасиеттерді жазасыз, күні бойы жазасыз. Күн біткеннен кейін түнге қарай, ұйықтайтын кезге қарай сол қағазды аласыз да жыртып, барлық ішіңізді сол қағаздан алып жатқандай жыртып қоқысқа тастай саласыз. Бітті. Бар тапсырма осы. Бұл тапсырманы орындағаннан кейін менде марафонға қатысқан қыздар біледі, олар өздерінде сондай бір керемет сезімдер болғанын жазған болатын. Сіздерде де сондай болады деп ойлаймын. Себебі техниканың сондай бір әсері жақсы. Енді біз өзімізге осы техника арқылы жаңа әдеттерді, жаңа мінезді, әдемі ойды, әдемі күлкіні қалыптастырамыз. Яғни ашуланып жүре бермей, немесе ренжіп жүре бермей, осындай жақсылыққа қарай, әдемілікке қарай ұмтыламыз. Әлемнің әдемілігі өте көп, өте біз даже сезбеуімізді қаншалықты көп екен. Сондықтан біз соған қарай ұмтыламыз, көреміз, жақсылықты көреміз. Сол кезде біздің айналамыздағы адамдар да, балаларымыз да, жолдасымыз да өзгереді. Сіз оны сезбеуіңіз мүмкін. Сіз өзгеріп жатсыз ғой, өзіңізбен арпалысып жатсыз, жанталасып жатсыз. Өйткені оны адамдар энергиямен сезеді. Біз энергия береміз. Жалпы адам энергиядан тұрады, біз энергиядан сезесіздер. Мен сіздерге берем деген аудио кітапта осы туралы өте керемет айтылған. Жалпы адам неден тұратыны туралы. Соны егер білетін ханымдар тыңдадыңыздар ма, тыңдамасаңыздар тыңдаңыздар. Квантовая физика соның ішіне тоқталады. Осы адам қалай жаратылды? Энергия қалай келді? Энергиядан. Біздің барлығымыз энергиядан тұрамыз. Сондықтан біз жолдасымызға сен мынаны істе, былай істе деп мама позициясына кіріп кетпейміз, родитель позициясына, ол біз уже оның үстінен қарап жатамыз күйеуімізді, енді ол ересек адам ғой, ол өзінің позициясында болу керек, ересек адамдар. Сондықтан оны өзгергенді біз ақырын сеземіз. Мен ол туралы өзімде болған кейсім туралы айтамын сіздерге алдағы уақытта. Біз өзгерген кезде барлығы өзгереді, әлем өзгереді. Сіздің даже дүкенге барғандағы адамдарға да энергияңыз таралады. Сіз күліп, кәдімгідей жымиып, күліп, жақсы настроение тұрған кезде сіздің алдыңыздағы тұрған адамдар да сондай болады. Өйткені сіз энергиямен тарып тұрсыз. Ол адамдар сіздің сондай настроениеңізді сезіп тұрады. Егер сіз ашуланып тұрсаңыз, бетіңіз бүйтіп жарылайын деп тұрса, сіз дүкенге барған кезде бүкіл адамдар да солай болып кетеді сізге. Барлығы сіздің қытығыңызға тиіп, ашуыңызға тиіп, шар сияқты үрленіп жарылайын деп тұрған кезде, біреу сізге қытығыңызға тиіп, жарып жүрген кезде сіз бабақ дейсіз. Сол кезде бүкіл ашуыңызды, айтайын деп жүрген сөздеріңізді, бүкіл әлемге айтайын деп жүрген сөздеріңізді сол жерде айтып тастайсыз. Сондықтан ондай энергия, жаман энергия бізге керек емес. Ол бізді табысқа апаруға кедергі жасайды. Ақшаның бізге келуіне запрет қояды, кәдімгідей. Ол энергия бізге керек емес. Бізге жақсы энергия керек. Біздің мына таңғы марафонның ең басты мақсаты айттым ғой. Біз ерте тұрып, осындай жақсы әдеттер қалыптастырамыз, жақсы ойлаймыз, әдемі сөйлейміз, күлеміз, үнемі жымиып, 24/7 жымиып жүру керекпіз. Жымиып жүреміз. Сол кезде біз ақшаны өзімізге тартамыз. Ақша деп мысалға кейбір адамдар айтуы мүмкін. Ой, ақша деп өліп тұр деп, ондай адамдар бар. Егер сіз осындай психологияда жүретін болсаңыз, ақша деп өліп тұр екен мына кісі деген ойда болсаңыз, ол ақша сізге келмейді. Сізге өте аз ақша келеді. Әлемнің көп ақшасы сізге келмейді. Сондықтан ондай кезде біз ақшаны жақсы көру керекпіз. Ақша деген кезде бізге олар оңынан келу керек. Өйткені сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да 95% біздің арманымызды орындау үшін ақша керек. Сіздер келісесіздер деп ойлаймын мен осы оймен. 95%. Қазір сіз Америкаға баруды армандап жүрсіз бе? Армандап жүрсіз, күшті армандайсыз. Ана Диснейландқа барғыңыз келеді, күшті ана мосттың қасынан. Мен өзім армандап жүргенде Парижға барғым келеді. Париждің қасында анау башняның қасында фотоға түсіп, сол жерде паркте отырып шай ішкім келеді деп мысалы армандаймыз ғой. Ал оны былай біз ұшып бара алмаймыз ғой ол жерге. Ақша керек бізге.
оны орындау үшін. Яғни біздің ақшамыз болса, энергиямыз болса, біз спокойно бара аламыз ол жерге. Солай емес пе? Барлық кез келген нәрсені мен кейде түсінбеймін. Адамдар айтады ғой, ақша маңызды емес өмірде. Мен түсінбеймін ол адамдардың айтқанын. Неге? Сіз денсаулығыңызды жақсартқыңыз келеді, иә, витамин сатып аласыз. Витаминсіз өз-өзіңізге келмейді ғой. Витамин сатып аласыз, ол ақша тұрады. Енді анау көкөністер, дәмді тамақтану жеудің өзіне қаншама ақша кетеді. Мен өзім осы пупа дегенді зерттеп жүрмін ақырын-ақырын. Қарап отырсаңыз, көп ақша кетеді оған да. Дәмді, дұрыс тамақтану үшін де көп ақша керек. Сонда сізге қалай? Сіз тамақтанғыңыз келеді дұрыс, бірақ ақша жоқ. Иә, сондықтан біз не бар, соны жей береміз. Сондықтан энергиямыз бізде ақшаны тартамыз энергия арқылы. Ақша бізге керек. Өмір сол өзі байланыстырып қойған адамдарда ақшаның энергиясымен. Яғни біз ақшамен түсінікті болды деп ойлаймын. Кез келген нәрсені істегіміз келсе, денсаулықты сатып ала алмайсың деген пікір бар бізде қоғамда. Денсаулықты сатып ала алмайсың. Бірақ біз сол денсаулықты жақсарту үшін, сол денсаулығымыз, деніміз ауырмас үшін біз осы ақша кетеміз. Өйткені біз витамин аламыз дедік, дәмді тамақтар аламыз, пайдалы тамақтар аламыз. Оның барлығы қымбат тұрады. Сенде арзан тұрмайды. Күнде көкшепті жеу керекпіз, зелендерді, шетірлі. Оның смузи жасайтын шетірлі зелендер бар. Біздің үйдің маңайында ондай сатпайды тіпті. Өйткені оны адамдар алмайды ғой, ондай зелендерді. Сондықтан оның барлығы ақша тұрады. Ал біз өзіміздің денсаулығымызды жақсарту үшін, яғни ақша керек бізге. Біз просто былай ауамен жұтып, ақшамызды, денемізді, ағзамызды жақсарта алмаймыз. Тек қана ауа жұтқан. Бізге мынау ұйқыда, содан тамақта, күлкіда барлығы біз өмір сүру үшін берілген бізге. Біз өліп қалмасын дейді адамдар. Мысалы біз 3-4 күн ұйықтамай кетсек қандай боламыз? Өздеріңіз білесіздер, 3-4 күн тамақ ішпей кетіңіз, ойлаңызшы, 3-4 күн тамақ ішпей жүрсіз, қандай боласыз? Сондықтан бұның барлығы бізге тіршілік ету үшін берілген. Тамақтың да, ұйқының да барлығының нормасы болу керек. Сол кезде біз өзімізді баланста ұстаймыз. Колесо баланса деп коучтардың айтатын барлығы осы. Біз өзімізді баланста ұстаймыз. Мына ішкі жан дүниеміз баланста болады, сонымен сыртқы әлемде балансқа кіреді. Сонымен тапсырма түсінікті болды деп ойлаймын. Мен 1 сағат сөйлеп жатыр екенмін сіздерге. Әрі қарай. Енді бір сәт қазір біз жасаймыз енді күнделікті таңғы эфирда мынаны істейміз қазір. Өзіміздің блокноттарыңызға жазыңыздар. Менің жетістіктерім деп. Блокнотқа жазып қойыңыздар. Менің жетістіктерім. Осы техниканы сіздерге қосамын. Істемеген кезде, қалай айтсам екен, таңғы эфирдан өздеріңізде жасауға болады. Менің жетістіктерім. Осыны жазамыз. Қосымша қойыңыздар да, астына бірнеше жетістік жазамыз. Ол қалай? Мысалға, біз осы уақытқа дейін жазған жоқпыз, мысалға жазып жүрген қыздар болса, оларға өте тамаша. Ал жазбаған қыздар қалай ол? Біз осы уақытқа дәл осы сәтке дейін қандай жетістікке жеттік өмірімізде? Соны жазасыз. Мысалға, сіз мектепті қызыл аттестатқа бітірген шығарсыз, мүмкін. Немесе өте жақсы деген керемет аттестатпен бітірген шығарсыз. Жақсы дегенде ол да жетістік қой. Немесе алтын белгі алған шығарсыз, өміріңізге. Немесе Айгерім ханым күнде жазамын дейді. Айгерім ханым менің бұрынғы марафонда болған, өткен марафонға қатысқан болатын. Өте қуаныштымын сіз үшін. Сол жетістікті жазасыз. Диплом алдыңыз, қандай диплом алдыңыз? Мысалы, университет, мысалы, Шоқанды мен өзім Шоқанда бітірдім. Шоқан Уәлиханов университетін, колледж бітірдім. Мысалы, колледжді қызыл дипломға бітірдім мен, бастауыш сынып мұғалімі деген мамандық бойынша. Одан әрі университет бітірдім, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі деген мамандық бойынша. Солардың барлығын жазасыз. Тұрмысқа шықтыңыз, ол да сіздің өміріңіздегі үлкен жетістік. Кішкентайлы болдыңыз, неше кішкентайлы болдыңыз, барлығын жазыңыз. Ол сіздің жетістігіңіз. Сіз сол баланы 9 ай көтеріп жүріп өмірге әкелдіңіз, үлкен жетістік. Бұл әйел адамдардың ғана қолынан келетін нәрсе, бұл батырлық.
ер адамдар оны істей алмайды әрине. Алла тағала бізге тек қана әйел адамдарға беріп қойған сондай мүмкіндікті. Соны жазасыз. Қандай жетістіктерің бола берсін, қандай жетістік, үй алдыңыз, ақша жинадыңыз, үй алдыңыз, ақша жинадыңыз, машина алдыңыз, яғни сіз бір мақсат қойдыңыз, соған жеттіңіз, көрдіңіз бе, ол сіздің жетістігіңіз. Мысалға бриллиант алдыңыз өзіңізге, шуба алдыңыз деген сияқты қымбат тұратын. Жалпы күнделікті өмірде балаларыңызбен қарым-қатынасыңызды жақсарттыңыз, оларға бір күн міне күліп қарадыңыз, балаларыңызға бір құшақтадыңыз, оларды, міне осының барлығы жетістік. Сол жетістіктерді бірінші күні істемеген ханымдар, сіздер жалпы өміріңізде қандай жетістікке жеттіңіз, соның барлығын жазыңыздар. Ертеңнен бастап бір күндік жетістігіңізді жазамыз. Бір күнде біз не істедік, қандай нәрсені істей алдық, сол жетістік туралы жазатын боламыз. Бұл техника не үшін керек? Жалпы өмірде біз өзіміздің істеп жатқанымызды көрмейміз. Біз көреміз біреудің істеп жатқанын. Анау күшті істеп жатыр. Анау таңертең ерте тұрып далада жүр екен. Анау істеп жатыр екен деп біреудің жетістігін көре аламыз. Анау энергиясы тасып тұр екен, күшті екен, осы энергияны қайдан алады деп. Баяғыда мен ойлайтынмын солай. Адамдар энергияны қайдан алады? Күні бойы жүруге деп, таңертең шай ішу керек пе деп өзіммен тәттімен шай ішкен кездерім де болған. Бірақ ол энергия береді, аз уақытқа ғана береді. Шын мәнінде энергияның көзі осы таңертең тұрып, таңғы жаттығу жасау, айтамын ол туралы, осыда барлығы энергияның көзі. Сондықтан біреуден көрмейміз, өзімізден көреміз. Мен бүгін міне таңертең ерте тұрдым, тікелей эфирға қатыстым, бұл да жетістік, сіздердің жетістіктеріңіз. Осы берген тапсырманы орындадыңыз, сол да жетістік. Яғни өзіміздің жетістігімізді көреміз, яғни бізге ол самооценкамызды көтереді. Өзімізге жақсы сезімдер береді. Біз өзіміз ішкі состояниемен жұмыс жасап жатырмыз ғой, миымызбен жұмыс жасап жатырмыз. Осылардың барлығын баланста ұстауға, ішкі состояние бірде көтеріліп, бірде түсіп кетпей, ақырын баланста ұстауға үйренеміз. Қатты ашуланбай, қатты қуанып кетпей деген сияқты болады. Бірақ қатты қуану ол өте адамға керек деп ойлаймын. Әсіресе егер далаға шығып жүрген кездеріңізде, далаға шығасыздар ғой, сол кезде секіріп алыңыздар, yes, бұл біздің бала кезімізде ішімізде тығылып жатқан, айтылмай қалған адамдарға сезімдеріміз, соларды шығару керек сыртқа. Сол кезде сіз өзіңіз күшті сезінесіз ғой. Мен өзім сол техниканы тоже жасаймын. Секіріп аламын, айғайлап аламыз, қуанып, көтеріп бір-екі секіріп алсаңыздар, осылай өте жақсы көмектеседі. Одан сайын энергия аласыздар ғой, сол секіргеннен. Яғни осы жетістіктер бізге энергия береді, күш-қуат береді. Энергия деген қатықша былай тура айтсақ, күш-қуат қой. Күш-қуатымыз тасиды біз. Әрі қарай біз энергияның үстіне энергия қосамыз. Сондықтан өзіміздің самооценкамызды көтереміз. Самооценка туралы тақырып бізде де болады алдағы уақытта. Сондықтан оған терең тоқталмаймын. Яғни жетістікті жазамыз, күнде жазамыз. Мүмкіндіктеріңізге қалай күнде жазып тұрыңыздар. Өзіңізді бағалайсыз. Өзіңіздің бір нәрсені жасай алатыныңызды көресіз кәдімгідей. Мынау менің қолымнан келеді екен ғой деген сияқты өзіңіздің миыңызда пікір қалыптасады. Мүмкін бір нәрсені көптен бері жасай алмай жүрген болуыңыз мүмкін. Соны жасап кетсеңіз, сіздің қорқынышыңыз кетіп қалады ғой, әрі қарай сейіледі. Яғни сіздің қолыңыздан келеді. Ол нәрсе. Бірдеңеден қорқып тұрсыз ба, істеп жіберіңіз. Сол нәрсені істеу керек, қорқып тұрған нәрсе. Бүгінгі тапсырма барлығы сабақтар сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Біз 1 сағаттан артық отырмыз. Осы эфирді мен сақтап қоямын. Міндетті түрде енді сіздерге айтарым, осы эфирға келгендеріңіз үшін өте қуаныштымын. Бүгін біз 7 адам отырмыз. Өте қуаныштымын. Әлі алдағы менің YouTube каналымда эфирді көреді деп ойлаймын. Кеше қыздар қарапты, өте риза болдым. Лайк басуға да ұмытпаңыздар, жазылып қойға, подписаться етіп қоюға да ұмытпаңыздар менің YouTube каналыма. Енді менің YouTube каналыма кірген қыздар көрген болған шығарсыздар. Жалпы мен 2 YouTube каналым болған. Мен оның екеуіне де через телефон кіретінмін. Компьютер арқылы кіре алмадым. Кеше екінші каналым, негізі тағы бір каналымда болған.
сол жерде мен ерте тұру деген тақырыпты қозғаған болатын. Ол тақырып, ол каналға мен маған Google рұқсат бермеді кіруге, кіре алмадым. Сондықтан мен мынау дәмді тағам деген менің бір бастаған ісім болатын. Дәмді тағам деген каналым болды. Сол жерде тамақтардың рецепттарын салған болатынмын ең алғаш. Мынау Инстаграм дегенге білмейтін кездерде, камераға сөйлей алмайтын кездерімде камераның әр жағында отырып кейде сөйлеймін, кейде жазулар ғана жазып қойып салған менің видеоларым. Керек десеңіздер пайдаланыңыздар. Бірақ уақыт өте келе, мысалға мына видеоларымды салғаннан кейін оларды мен міндетті түрде алып тастаймын. Ол жерде бәрі тазалап, тек қана осы ерте тұру, армандардың орындалуына қатысты канал етіп қоямын, тура соған ғана. Сондықтан әзірге тұра берсін деп шештім олардың барлығын. Ол каналда да менің біраз еңбегім сіңді. Былай қарап тұрсақ қимаймын да удалить ете салуға, өйткені оның барлығы менде сақталмаған. Бірақ тура келеді оны қоштасуға олармен де. Сол жерден лайк қойыңыздар, видеоға подписаться етіңіздер, және де мүмкіндік болса достарыңызбен осы көрсін, осыны білсін деген адамдарға жіберіп таратыңыздар. Таратуға рұқсат, тегін болғандықтан бұл эфирларды таратуға рұқсат, өзім рұқсат беремін. Енді сіздермен қоштасамын. Бүгін сіздердің барлығыңызды көргеніме өте қуаныштымын. Алдағы күндеріңіз берекелі болсын. Әрдайым көңілдеріңіз жайдары, күліп, өздеріңізді жымиып, көңіл күйді, жақсы көңіл күйді өздеріңіз сыйлаңыздар. Ешкімнен күтпеңіздер. Сіз өмірдің жеңімпазысыз. Сіз өз өміріңіздің авторысыз. Мен өз өмірімнің авторымын. Сіз өз өміріңіздің авторысыз. Сондықтан өз өміріңіздің авторы бола отырып, өзіңізді жақсы табысқа жетеді деген ниеттеріңізді түзулеп, сол жолда аянбай еңбек етіңіздер. Еңбектеріңіз жемісті болсын, нәтижелі болсын. Сіздерді көргеніме қатты қуаныштымын. Осымен сіздермен қоштасамын. Рахмет сіздерге. WhatsApp'та жазып жіберсеңіздер, бір-екі ауыз сөз мені естіп отырсыздар ма? И мен сіздермен қоштасайын. Бүгінгі эфир жақсы болды деп ойлаймын. Өзімде бар энергиямды бердім сіздерге, сездіңіздер ме деп ойлаймын. Рахмет сізге дейді Әйгерім ханым. Жақсы. Баршаңызды көргеніме қатты қуаныштымын. Күндеріңіз сәтті өтсін. Рахмет, рахмет. Рахмет. Сау болыңыздар.